Биік ағашқа тас көп тиеді, таулар да алыстаған сайын биіктей береді. Елеусіз болсан, ескерілмей тып-тыныш өмір сүрер едің. Мүмкін дұрыс емес шығар, тәкаппарлық деп танымаңыздар. Маған әлеуметтік желіде дос болып кеттік деген ұғым мүлдем ұнамайды. Тірлігінде көз нұрыңды төгіп жүріп, жанына жалау болар шын дос табу үлкен олжа. Ал жүзін көріп, үнін естімеген, қиын қыстауында қасында болмаған адамдармен желіде өте сырлас болып кеттік дегенді қабылдау қиын. Желімдей жабысып, өткен кеткенін жырлап, синдром сиротства деген диагнозбен жауалап алатындар көп отырады желіде. Көз жанарына қарап, сөзінің шындыққа жақын екенін бағамдау мүмкіндігі жоқ желіде. Дауысының екпініне, мәнеріне қарап, сөзінің жалған екенін есту де мүмкін емес. Тек жазғанын оқисыз. Написать можно всякую херню. Можно себе так обрисовать, чтобы от одной мысли о тебе кровь кипела. Зависит от творческих способностей. Сонымен желіде тіпті арман болған арулар да қолжетімді. Кешіріңіздер. Онымен парақшасына кіріп, ебін тауып, лайктап, ебін тауып сөйлесе беруге болады. Қабілетін жетсе, мақтап, марапаттап, жиі коммент жазып, сырлас дос етуге де болады. Жалпы, желі деген жарықтық арғымақ пен есектен дос жасай алады. Арты осылай аяқталады. Бағанды, құнынды жақсы білесің досым. Қай сатыда тұрғаныңды да танисың. Алты алаштың аруы деген ұлт деңгейіндегі жауапкершілікпен өмір сүретініңді білесің. Қазақтың бүтін бір ұрпағына, азаматтарына, арман, аруларына үлгі болған тұлға екеніңді ұмытпа. Ал сатқындық ұлтымыздың қасіреті.